Армысыздар оқырмандарым, каналыма тіркеліп соңына дейін тыңдап қолдап отырыңыздар. Алданған ару. Телефон шырылдап қояр емес. Сыртта жүрген Гүлжан жүгіріп ішке кірді. Бірақ қоңырау басылды да қалды. Қап үлгермедім-ау, кім болды екен? Әлде Әлібек пе? Мейлі, керек адам қайта хабарласар деп шыға бергені, қайта шырылдап жөнелді. Аяғын тезірек басып тұтқаны көтерді. Хабарласқан қайын сіңлісі Ажар екен. Жеңеше, қалайсыздар? Ажар, сенбісің? Шүкір, аман-есен. Өзің қалайсың? Жұмысың қалай? Үйреніп кеттің бе? Иә, жеңеше, үйрендім ғой, бірақ қиынырақ болып жатыр. Қалада талап көп. Сол үшін де сізге хабарласып отыр едім. Ағам қайда? Ағаң жұмысына кеткен. Тексеріс келеді деп азанымен кетіп қалды. Жеңеше, сізге айтарым бар. Мен ауылға барсам бола ма? Ағам маған жұмыс тауып берсе, сонда жұмыс жасасам деп едім. Қалада қиынырақ болып жатыр. Ауылда біраз үйреніп тәжірибе жинақтап келмесем, кішкене қиналып жүрмін. Ағаммен сөйлесіп көресіз бе? Ағаңа айтайын, сұрап көрсін. Болып жатса әрине жұмыс жасағаның жақсы. Медбике керек қой ауылға. Сұрап көрер. Жеңеше, сұрап көрсінші, сосын қайта хабарын білермін, ертең, деді Ажар. Кешкісін келгенде айтармын деп тұтқаны қойды. Ажар Әлібектің ағасының қызы. Өзі сондай әдемі, аққұба келген, пысық, ақкөңіл қыз. Гүлжан алғаш келін болып түскенде осы Ажар жеңешелеп қасынан шықпайтын. Қасында жүріп көмектесіп жүретін. Сондықтан да Гүлжан Ажарды қатты жақсы көретін. Ажар да жеңешесі сүйікті жеңешем деп отыратын. Кейін Әлібек пен Гүлжан жұмыс бабымен басқа ауылға кеткен. Ал Ажар мектеп бітіріп қалаға оқуға түсті. Оқуын бітіріп қалада қаламын деп шешті. Енді міне ауылға келсем деп отыр. Тұтқаны қойған Гүлжан қайтадан тірлігіне кірісіп кете берді. Кешкісін Әлібек келген соң, барлығына шай тамағын дайындап, балаларын қарын тойдырып жатқызған соң, Әлібек пен оңаша сөйлесті. Әлібек, бүгін Ажар хабарласты. Қалада қиналып жүргенге ұқсайды. Жұмысы ауыр ғой шамасы. Қысқасы ауылға барсам, ағам маған жұмыс тауып бере ма деп отыр. Не істейсің? Аурухананың бас дәрігері сенің досың. Мүмкін жұмыс сұрап көрерсің. Болып жатса осында келсін. Әрі Ажар келсе мен де қуанамын. Көрейін сұрастырып. Егер табылып жатса айтармын. Бүгін кеш болып кетті, таңертең барамын, деді Әлібек. Таң азанмен тұрып Әлібек ауруханаға жол тартты. Барып қарындасы туралы сөйлесіп көрді. Іздегенге сұраған деп медбикелер жетіспей тұрған екен, қуана-қуана қабылдаймын деді. 2 күн өтіп Ажар хабарласты. Жеңеше, ағам сұрастырып көрді ме? Бар ма екен жұмыс? Әрине бар екен. Саған қалай хабар айтарымды білмей отыр едім. Өзіңнің хабарласып қалғаның дұрыс болды ғой. Ажар, ауылға келе бер. Жұмыс сені күтіп тұр, деп күлді жеңешесі. Қуанып кеткен Ажар, рахмет жеңеше, болды барамын деп қойды. Ажар жұмысынан шығып ауылға барып орналасты. Аяқ-қолы жылдам Ажар бәріне үлгеріп, барлығының көңілін тауып жүр. Өзі ашық жарқын еді. Аурулардың көңілін сұрап, жылы сөзін айтып, сөз жәрдем беріп жүр. Келгеніне 4 ай болса да, ауыл адамдарын әжептәуір өзіне баурап алды. Қолың жеңіл деп осы Ажарды іздейтін де болды. Өзінің ептілігіне риза болып Ажар жүр. Бүгін де кешкі уақытқа кезекшілікке бару керек. Жеңешесі екеуі 5-тің шайын ішіп, сырласып отырып қалды. Жеңеше, мен кеттім жұмысқа. Отырып қалыппыз ғой, кешігіп қалармын деген Ажар ішке киімін ауыстыруға кіріп кетті. Артынан Гүлжан бір зат алмақшы болып кіріп қалды. Кіре сала Ажардың ішіне көзі түсіп кетті. Кішкене асқазаны төмен жағы томпиып тұр екен. Қипақтап қалған Ажар жылдам киініп алды. Гүлжанға Ажардың ішінің сәл шыққаны ерсі көрінді ме? Немене қыз басымен ішің шығып кетті ғой, деді. Білмеймін, тамақ іштен болды, осылай шығып кетеді. Күндер өтіп жатыр. Барлығы өз тірліктерімен жүр. Әлібек азаннан кешке дейін жұмыс істеп кетеді. Гүлжан балалардың тірлігімен улы жүр. Күнделікті тамағы бар, киімі бар. Одан сиыр сауып, күбі пісіп, тезек жасап ауылдың тірлігі біткен бе? Таң атып кеш батып уақыт өте берді. Ажар да жұмысына барып келеді. Түнгі кезекке түскенде күндікпен ұйықтайды. Зымырап уақыт өте берді. Соңғы уақытта Ажарда бір нәрседен қысылып жүргендей болды. Бірақ не болғанын айтпайтын.
жеңешесі не болды саған, біреу ренжітті ме десе, жоқ жеңеше, бәрі дұрыс дейтін. Гүлжанның уайымы басталды. Бұл қызға не болып жүр? Неге бұрынғыдай ашық-жарқын болмай кетті? Әбіржіп те кетті. Бір нәрсені жасырып жүрген анық. Бірақ не болды екен? дейді. Күнде осы ажардың көңіліне қарап жүретін болды. Бір күні екеуі шай ішіп отыр еді. Ажардың әрең демалып отқанын байқайды. Өзі босанған келіншек бір нәрсені сезгендей болды. Ажар, осы сен менен бір нәрсе жасырып жүрсің. Демалуыңда күдікті. Әрең демалып отырсың ғой. Жүкті кезімде солай болып еді менде де. Алданып қалғаннан саумысың сен қыз? Жоқ жеңеше, менде бәрі жақсы. Оны қайдан шығардыңыз дейді. Шынында солай болса айт, жасырмай ештеңені. Жоға жеңге, жасыратыным жоқ. Айтамын бір жағдай болса деді. Осы сұрақ мазалап Гүлжан бірнеше рет қайталап сұрады. Бірақ ештеңе айтпастан Ажар тағы жабуды қазанда жабулы күйінде қалдырды. 2-3 күн өткенде Гүлжанға ауруханадағы аға медбике Қалима хабарласты. Гүлжан екеуі жақсы араласатын құрбылар. Амандық саулықтан соң, Гүлжан, маған келіп кетесің бе? Не болып қалды? Жай ма? Телефонмен айтатын әңгіме емес, келіп кетші. Жарайды, қазір барам деді. Бірақ Гүлжанның іші сезіп тұрғандай болды. Әңгіме не жөнін екені, өйткені соңғы уақытта бәрін байқап жүрген еді. Айтқандай барлық әңгіме Ажар туралы екен. Бара салып Қалима Гүлжанды бөлмесіне сүйреп кіргендей. Гүлжан, сен ренжіме, осылай шақырып алғаныма. Айтпасам болмайды, екеуміз құрбымыз. Әрі Ажарда маған сіңілім сияқты. Бірақ сенің қайынсіңлің ойнап жүріп от басып қалған-ау. Соңғы уақытта да демалысы да жиілеп, жүрісі де кішкене өзгеріп жүр дейді. Мұны естіген Гүлжан, өзім де күдіктеніп жүрмін. Сұрап едім, айтпады. Олай емес деп бой бермей отыр. Сен тағы сұра. Екеуміздің де шатасуымыз мүмкін емес. Айтқанымыз рас болып, ертең ел алдына қарай алмай қалмаңдар. Әлбек те жақсы қызмет атқарады. Пәленшенің қарындасы үйде отырып босанып қалыпты деп жүрмесін елдер. Қалимадан шыққан Гүлжан аяғын тез басып үйіне келді. Келе сала тамағын жасап жүріп ой үстінде жүр.